Доллар әлемдегі ең сенімді валюта атағынан айырылуда. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар, соңғы кездері доллардың теңгеге шаққандағы бағасы 500 теңге шамалас болып тұр. Және де қазір көбісі долларды сатып алуға жетпе, әлде жоқ па, ойланып жүр. Қазіргі кезде әлемдік қорларда доллардың бөлігі өте төменгі деңгейге түсіп кеткен. Себебі көп елдер долларға қарағанда өздерінің валюталарын нығайту үстінде. Мысалы ретінде Қытай, Ресей және де Индия. Және де бұған ақш-тың салып жатқан санкциялары да әсер етуде. Доллардың әлемге әсер ету графигін қарайтын болсақ, соңғы 30 жылда 4-тен 1 бөлігін жоғалтып қойған. Сондықтан өзінің ақшасын долларға айырбастау керек деп ойлап жүрген жандар болса, ол кісілерге диверсификация заңдылығын ұмытпауды еске саламын. Ол яғни ақшаңыздың барлығын бір жерге салмау, яғни әр тараптандыру. Ол акция, алтын, мүмкін крипто, немесе тағы да басқа бөліктерге бөліп қою. Егер де сізге трейдинг, инвестиция саласы қызық болатын болса, мен сізге арнайы 21 сабақтан тұратын базалық курс дайындап қойдым. Оны алу үшін төменге сабақ сөзін жазсаңыз, мен сізге оны тегін жіберетін боламын.